Сонда пластикаға жүгінген себебің өзіңе, енді пластика ғой, өзіңе көңілің толмағандықтан ба? Неге бардың? Білмеймін енді. Тым жақсы сымбатты жігітсің, жассың, бір 50-60-қа келген бір әнші емессің, қартайып қалған. Енді 35-ге келдім. 15 жасымнан бастап болды омыртқа қисық. Ауылдық жерлерге бармаймын қазір. Өйткені шынымен де пайда тимейді. Қайрат Үнтековтен сұхбат алсақ, ол да бір мұңайып жүр. Неге? Маған мемлекет көмектеспейді, ешкім мені қолдамайды, не істерін білмей жүрмін, кеткім келіп жүр деген сияқты. Сенім жоқ адамдар, мінез жоқ адамдар, әсіресе осы өнер жолында ешқашан ешбір нәтиже. Мүмкін басында 2-3, максимум 5 жыл. Әрі қарай 50 грамм коньяк заказ бердім. Той туралы сұрауды қойды ма? Қойған жоқ. Қыз бала дайын болуы мүмкін, егерде ер азамат ұнайтын болса. Сол қыз бала дайын емес қой. Сөйт. Ну да. Оны алдында өшіріп тастадың неге? Ал Алишер, талантым тағдырым деп аталатын бағдарламаға қош келдің. Рахмет. Көргеніме өте қуаныштымын. Мен де. Жаңа жылдағы алғашқы кездесуіміз, көңіл күйің қалай? Жақсы. Біраз дем алып, қазір жұмысқа кірістік. Жоспарлаған нелерді, жұмыстарды, жұмысқа кірістік. Жаңа жылды қалай қарсы алдың? Ескі алаңда, Алматы қаласында, бірнеше мың халықпен әнімді айтып, одан кейін фейерверк, шампан. Одан кейін достарыммен кездестік. Таңғы 5-ке дейін отырдық, одан кейін үйге қайттым. Оның алдыңғы жылдарда солай болды ма? Жоқ, алдыңғы жылдары мен басқа қалаларда қарсы алатынмын. Атырау, Астана, Ақтөбе, осы Алматыда есімде қалғаны студент кезінде ғана қарсы алдым бір рет. Одан кейін Алматыда қарсы алған емеспін. Осы жылы 2020 жыл үлкен алаңда қарсы алды. Енді қалай жылды қарсы аласыңыз, дәл солай өткізесің деген не бар ғой. Ірім, сөз. Сондықтан Құдай қаласа осылай өткізейік, халықтың ортасында әнімізді айтып, биімізді билеп дегенде. Дұрыс. Енді мына біздің бағдарламамыздың аты өзі айтып тұрғандай, талантым тағдырым ғой. Сенің талантың тағдырыңды өзгертті ме? Мен дүниеге келгеннен кейін, енді қалай бала кезімнен есімде сақтаған бұл ой, бұл арман, осы Алла берген не бар да? Талпыну. Әрқашанда сумен өмір сүрдім, сол сезіммен. Сахнаға шығып, халықты қуантып, әндерім керек екен. Сондықтан мен ойлаймын, бұл талант пен тағдыр ол әрқашанда бірге келе жатқан дүниелер менің өмірімде. Сен өзіңді өнерсіз елестете алмайсың? Жоқ. Егерде өнер болмаса, Алишер не істейді екен? Алишер болмас еді. Әрине өмір сүретін едім, бірақ бұл менің ішкі дүнием емес болады. Бір сұхбатында айттыңыз, және сол айтқан сөзің маған қатты ұнайды, әкеңмен бірге берген, Алматыға келген кезде осы қаланы бағындырамыз деген ой болды ғой. Қазір қандай деңгейдесің? Бағындырдың ба? Енді қаланы ғана емес, бүкіл ел біледі. Денсаулыққа байланысты үлкен жүкті артқа тастап, қазір жаңадан басқа жолдарға дегенде басқа мемлекеттерге қадам басып жатырмыз, альбом жазып жатырмын. Осы жылы дайын болады, Құдай қаласа, Өзбекстан. Және де әрине басқа жоспарлар бар. Әзірше айтпай қояйын, өйткені бұл тек қана баста айналып жатқан күнде Алишер, сен жасауым керексің, әлі жассың, жас кезінде жасап алу керек екен бәрі орнымен болу керек. Қайырлы кеш Алматы! Қайырлы кеш Алматы!
Sağınış belengele Sağınışta sarkılmaydın bir kış var Bilesin be ol mahabat sendege Mahabatsız armansız Mahabatsız ömermensiz Mahabatsız sokan jürü Mersiz de elsiz Mahabatsız armansız Mahabatsız sezim dilsiz Mahabatsız sokan jürü Künsüz de ünsüz Mahabatsız sokan jürü Mersiz de elsiz Sağınış be avuramda sendele Jane soda Sağınış belgele Sağınışta sarkılmaydın bir kış var Bilesin be ol mahabat sendege Mahabatsız armansız Mahabatsız ömermensiz Mahabatsız sokan jürek Dersiz de elsiz Mahabatsız armansız Mahabatsız sezim dilsiz Mahabatsız sokan jürek Künsüz de ünsüz Mahabatsız sokan jürek Nersiz de elsiz Kınıtını çıkpaysın sen yesinle Bugün tağı uğurdu gelesin Sen degende жаның yanımda bol Sen izleyme Neyi izleyme Mahabatsız armansız Mahabatsız ömermensiz Mahabatsız sokan jürek Künsüz de ünsüz Жылдың соңында 15 жылдық шығармашылық ән кешіңді өткізді. Мойныңнан жүк түскен шығар, қазір тынышталған шығарсың. Әйтпесе деген сенен бір нәрсе сұрайын десем, концертке дайындығым болып жатыр, киімім қалай, әнім қалай деп кәдімгідей күні түні жүгіріп жүретінсің. Иә, қазір де жүгіріп жүрмін. Үлкен мерекелер келе жатыр ғой. 8 наурыз, онан кейін жаздың күндерінде де бір жоспар бар жасауға бір концерттерді. Аль-Фарабидің жылы, содан кейін ассамблеяның 25 жылдығы сондықтан әрқайсысына қатысуым керекпін, өйткені халық күтеді ғой. Сен өзің көрдің. Бір емес, 2 концертті өткіздік Республика сарайында. Халықтың көңілінен шықты. Бір ай маған инстаграмыма да, телефоныма, ватсапқа да өз сол концерттен алған әсерді, сезімді білдіріп жазды көрермендер. Өзің қандай әсерде болды? Енді кемшіліктер бар, мен байқаған. Әрине, залда отырған адамдар байқаған жоқ, бірақ концерттің алдында проблема деп айтпай, өйткені бұл проблема деп бастасаң, проблема болып қалады. Жоқ, енді, как это говорится, орысша айтқанда, много задач бұл, көп мақсаттар бұл, оны орындау үшін көп уақыт кетеді, нерв кетеді, көп күш кетеді, қуат кетеді, бірақ осы 2-3 ай дайындалған концертті сен сол
кеткен энергияңды, қуатыңды 2 сағат сахнада тұрып алып аласың. Бәрі ұмытылады сол концертте, сахнада тұрғанда. Басқа әншілерден сенің қандай бірден бір ерекшелігің, сен үшін барлығы мінсіз өту керек. Айтатын әндерің, аранжировка, сөйлейтін сөзің, киетін киімдеріне дейін. Сол жағы мысалы кішкене өміріңе кедергі алып келмей ма? Егер де түзу жолмен жүре берсең, анаусы дұрыс болмай қалды, мынаусы дұрыс болмай қалды. Кейбіреулер мысалы көз жұма салып жүре береді ғой. Жоқ, сенікі бәрі тек орнымен болу керек, дұрыс айтылу керек, дұрыс жазылу керек деген сияқты. Сондықтан шығар 15 жыл сахнада жүрмін. Тек жоғары қарай көтеріліп жатырмын деп ойлаймын. Ешқашан төмен болған жоқ осы 15 жылдың арасында. Өйткені қалай мен өз жұмысыма, өз внутреннее состояние, вот это творческое, қалай өзімнің нем болса, отношение қалай. Сезімің өзі. Дәл сол сезімді маған көрермендер де береді. Жоғары өнерімді бағалайды. Өзіңе жоғары планка қоясың дегенім ғой. Жоғары планка қоямын. Өйткені бала кезімнен сондаймын. Барлығы дұрыс болу керек. Сахнада да, жеке өмірімде де, жалғыз қалғанда да, әрқашанда все должно блестеть и сверкать, жарқырау керек. Осы уақытқа дейін сен білеміз ғой енді, ерекше стильді жақсы көретініңді, өзіңе көңіл бөлетініңді, жаңа айтып жатсың ғой, артық салмақ тастау керек, өмірде де сахнаға шыққан кезде екі бастан. Ал енді қазіргі образыңа келетін болсақ, бір дәрігерге жүгінгеніңді айтқан болатынсың, мойындадың. Мойындағанда ашық айттым. Өзіңе көңілің толмағандықтан ба? Неге бардың? Білмеймін енді. Тым жақсы сымбатты жігітсің, жассың, бір 50-60-қа келген бір әнші емессің, қартайып қалған. Енді 35-ге келдім. Келем осы жылы. Ол да 22-23 жас емес. Ол да бір үлкен жас деп ойлаймын. Сондықтан сахнада енді барлық әндерім жылдамды, көп қозғалыс жасаймын, билеймін. Сондықтан ішкі дүниемде не болса, сол сыртқы келбетіммен де не болу керек, сәйкес болу керек. Иә. Ал енді бетіңе келген кезде? Тек қана көзіме жасадым. Жоқ, көзіңе жасағанның өзінде кәдімгідей өзгеріп кеттің сен? Кәдімгідей өзгеріп, әрине көз бұл... Как это? Зеркало души қалай қазақшасы? Жанның айнасы. Жанның айнасы, әрине. Өзіңді қабылдау қиын болмады ма? Бұрынғы суреттеріңді қараған кезде, қазіргі бейнеңді көрген кезде, көпшілік қалай қабылдады? Қазіргі Әлішер маған көбірек ұнайды. Өйткені жасты, әрбір адам жас болғысы келеді. Қойшпаның алдында да тым жақсы жас болдың ғой? 35 деп айтып жатсың. Қазір 35-ке ұқсаймын ба қазір? Ұқсамаймын. Бұрында ұқсадың ба не 30-ға? Ұқсадым. Енді 35-ке емес енді. Өз жасымнан үлкен көріндім деп ойлаймын өзім. Сонда пластикаға жүгінген себебің өзіңе, енді пластика ғой, кішігірім болса да. Өзіңе, блефара пластика. Өзіңе көңілің толмағандықтан барған болып тұрсың ғой. Өйткені мен омыртқама жасадым ғой. Егер сол кез болатын болса, бүкірейіп жүрген, маған мүмкін бәрібір болатын, оған мән бермейтін. Өйткені көп шаршайтынмын, қойшы концертке баратын бір нелер, енді армандар, ниеттер, жоспарлар болған, бірақ оларға асықпай қозғалыс жасайтын. Осы отадан кейін өмірге мүлдем басқа көзбен қарадым. Айттың ғой өткен сұхбатта, 3 есе, 4 есе көп күш әкелді маған бұл сол отадан кейінгі состояние. Сондықтан, а давай еще поменяй что-нибудь деген ой келді. Кореяда бұл сирек кездесетін дүние емес. Әйелдер де, ер азаматтар да маникюр сияқты барып жасап алады соны. Мен де жарайды.
Көбісі айтады, ой, мынау не жасап жүр, та. Енді айта берсін. Қашан айтпады мен туралы, мен жайлы адамдар. Айтылған дұрыс дейсің ғой. Айта берсін. Айтқысы келгеннен кейін айтады ғой. Оларды ешкім заставлять етпейді. Жоқ, мысалы, Қазақстанда да жасайтын мамандар өте көп қой. Не себептен үйласып кеттің? Енді кеңес бойынша сол клиникада жасадым. Өйткені сен білесің ғой, мен өз талғам жоғарыда екен. Сондықтан көзге келгенде де тек жоғары кәсіпкерлер жасау керек деп ойладым, жасадым. Қиын ота емес қой бірақ. Қайындыш. Қиын емес қой ота. Қанша уақыт кетті? Жоқ, маған наркозбен жасады, өйткені мен перегородкамда түзелдім. Түзетті, мұрныңдағы? Иә, өйткені қисық болған. Ән айту үшін ол мұрында задействован ғой. Маңызды. Ауаны аласың ғой. Маңызды өте. Мен 1 сағаттай шығар, 1 жарым сағат. Бірақ оның алдында жаңа айтып жатсың ғой, омыртқаға да жасалды. Омыртқаға 11 сағат жасаған ота. Қазір, мысалы, маған айтса, Әлішер дәл осындай отаны жасау керек. Мен жасамайтын. Бірақ енді сен көпке дейін қиналдың ғой. Бәрін, пропуская через себя, подумал, насколько сложно было. Какой ты смелый чувак, Әлішер, а? Я прям себя зауважал еще больше. Көп адамдар, потому что никогда не решатся на такое. Қой мен сол күрейіп жүре берейін, бірақ осы отаға қадам баспаймын. Жоқ, мен бастым. Және де ешбір өкінген жоқпын. Керісінше, Аллаға мың шүкір сондай күш, сондай сенімді бергеніне маған. Бірақ сен ол отаға да ұзақ дайындалдың ғой? Ұзақ дайындалдым. Бұл проблема менде 15 жасымнан бастап болды, омыртқа қисық. Жыл сайын ол қисая берді. Мен сәл кеш жасадым. Көбінесе бұл отаны 17 жастан 25 жасқа дейін жасайды. Өйткені жас келген сайын қиындау болады. Реабилитация деймін ғой. Әлі күнге келе жатырмыз сол реабилитацияда, бірақ ешкімге көрсетпеймін, ол керек еместі. Әрқашанда ашық қолмен, ашық езумен сахнаға шығамын. Өйткені бұл халыққа сол керек. Проблема жеткілікті айтак. Бірақ қорқыныш болған жоқ па, ертең қалай болып кетеді екен, омыртқа болғаннан кейін тұрам ба, тұрмайын ба, жүрем ба, жүрмейін ба? Мен әке-шешем қобалжы болды, қорқты. Бірақ мен сол олардың сөздері де тоқтатқан жоқ. Давайте еще громче. Голос тогда лучше звучит. Ömrümün bak turağı ben özünde tanıdım. Kalsak kuday tenizeydi. Köbelemden şattığını alıp uçtu armanın. Ben karşırık seni izleydi. Alanmadan oh degensin, şanalmadan şok degensin. Tağdırımdan darmadında var degensin, şok degensin. Günümde sen günde gene, ayın olan günde beni. Aramızda жатса dalga gelemem sağa. Alanmadan oh degensin, şanalmadan şok degensin.
көре сезінгені қуанышың жанымды сәулем маған айды күнсің көңіл құмар көзілмеді сайран бақты сағынды бақыт құсым-ау қайда жүрсің алаулаған жана алмаған тағдырымның тармағында бар ма екенсің күнімде сен күнде келе айым болам күнде мен арамызда жатса да алма келемін саған алаулаған жана алмаған жоқ дегенсің тағдырымның тармағында бар ма екенсің күнімде сен күнде келе айым болам күнде мен арамызда жатса да алма келемін саған күнімде сен күнде келе айым болам түнде мен арамызда жатса да алма келемін саған Өткенде инстаграмымды қарасам, инста-сторисқа салыпсың, достар, бүгінгі күнім туралы кішігірім. Иә. Кішігірім емес енді. Енді көп сала қойған жоқсың, енді арасында салдым. Сосын енді мен сені оқимын ғой енді инстаграмда. Түнде ұйықтар алдында салып қойыпсың. Для хорошего сна деп. Оны алдында өшіріп тастадың неге? Білмеймін, осы соны қойдым да, содан кейін барлық сторисімді қарап, вот Алишер хорошее впечатление оставляет, наверное, у своих читателей. Сонда анау Коньяк по виски ма? коньяк кішігірім. Өйткені сол күні мен отельде ұйықтадым. Үйімізде химчистка дейміз ғой, барлығын, төсектерді, жастықтарды, көрпе, кілемдерді, дивандарды барлығын жасты. Үйдегілер айтты, Алишер, сен бүгін қайда ұйықтайсың, ұйықтайтын жер жоқ. Жарайды, отельге... Бәсе, мен түсінбей қалдым, қандай жерде жатыр деп. Кішкене өнер жайлы нелер келді, ойлар келді. Сәл мен тыныш болсын деп 50 грамм коньяк заказ бердім. Соны қойып қойдым, содан кейін ойладым, жоқ, Алишер, не нужно. Бүгін это керек емес, ол өшіріп, жай ғана столмен нені түсірдім. Картина ма? Я уже не помню. Бірақ жазып үлгерді ма оқырмандарың? Жоқ, 25 ғана қаралым болды. 25-і мен ғой. Жоқ, соны сұрайыншы дедім, сенімен кездесетінімізді білген кезде. Нағып оның басында салды, одан кейін басқасын. Бірақ мен ешқашан жасырмаймын. Иә. Керек болса, жақсы бір компания болса, могу выпить. Оған ештеңе тұрған жоқ. Ал егер де бір сондай бір компания ұсыныс жасаса, коньяк маркасының бет-пернесі болыңызшы деп, лицо фирмы дейді ғой, келісетін бе едің? А бізде алкогольдік рекламаны жасауға болмайды ғой? Енді болады ғой бәрібір енді. Теледидардан көрсетпесе де. Қай жерден? Білмеймін енді, сол мысалы бутылканың сыртында тұрса дейтін. Бутылканың сыртында жоқ. Егер жақсы гонорар берсе. Алишер келісетін, ол қандай гонорар екен? Енді бір рекламада түстім мен.
ұсыныстар көп. Инстаграмға көп жазады. Мынаны алып келейікші сіздерге жарнамалап беріңіз. Анау затты, мынау затты. Жоқ, өйткені қалай көңілім толмайды емес, енді жасағым келмейді ол заттарды. Егер жақсы гонорар төленсе, олар не үшін маған төлейді? Өйткені мен артынан халық оны алады ғой. Өйткені сол үшін ғана. Сенімді болуым керекмін. Ол жақсы зат екеніне. Бір микрокредитная компания бір рет шықты. Барлық жағынан келісіп, мен бір жыл үлкен қалалардың билбордтарына ілінген суреттерім. Өйткені бұл пайдасы бар да сол компанияның. Олар адамдарға несие береді. Сол несиеге өз бизнесін ашып, әр қарай дамып кетеді. Сондықтан, егер мысалға сол бутылканы ұстасам, қарсы емеспін. Өйткені бұл ақшаға мен өнерім ары қарай жүреді. Жалғыз жұмыс істеп жатқан жоқпын, үлкен командам бар. Олардың отбасылары бар. Оларға айлық болады. Қаншама адам сол ақшаға күн көреді. Мысалы айтып жатсың ғой, сол тауардың сапасы жоғары болса, әрине. Иә, сенің көңілінен шықса, және гонорар қандай болу керек? Сен өзіңнің деңгейіңді білесің ғой? Қанша ноль? Ол жабық информация. Жеке өзіңе шығу керек па? Администраторыма, азаматқа өзім сөйлеспеймін ақша. Өйткені, мысалға концертке де шақырса, Альшердің өзімен сөйлесейік, азамат, пожалуйста. Өйткені әрқашанда жеңілдік сұрайды. Иә. Альшер жоқ деп айта алмайды. Өйткені бұл халықтың махаббаты, халықтың несі, көңілін түсірмеу үшін азаматқа звондаңдар. Сол барлық логистика жайлы, гонорар жайлы, организационный вопрос дейміз ғой, азамат. Менің сұрақтарым ол концерттің сапасы, балет, музыканттар. Вот здесь я могу. Это мое. А организационное это. Зачем у людей хлеб забирать, правильно? Каждый должен знать свою профессию, свое дело. Сен енді осы деңгейге бірден жете қойған жоқсың ғой, администратор, көмекші деген сияқты, иә, жаңағыдай өзі сөйлесіп берсін, өзі келсін деген. 15 жылдық тарихың бар осы күнге дейін сахнада жүрген. Қай уақытта сенің тобыңа, былайша айтқанда команда деп айтып жатады ғой, сенің ұжымыңа администратор, көмекші қашан қосылды? Қанша жылдан кейін өнерде жүргеніңде? Иә, бірінші жылдары, алғашқы жылдары өзім барғанмын. Иә, мен дейсің, мынау тректі қойып беріңіз, одан кейін мынау тректі. Көп шатасатын концерттерде. Бірақ жеке концерттерге келгенде, кішігірім болса да, ең кемі 2 музыкантты әрқашанда алып жүретін. Өйткені бір ұқсамайтын концерттерді жасағым келді. Сол студент кезімнен бастап. Сондықтан тырыстым, әрине қиын. Өйткені Қазақстан үлкен, мынау жақтан анау жаққа жеткенше ол ұшақ, отель. Енді ол әлі күнге дейін сұрайды. Альшер жалғыз келе аласыз ба? Жоқ, жалғыз келе алмаймын. Бірақ мен командамен жұмыс істеген сіз көрдіңіз ғой? Көрдік. Сол ғой. Ең үлкен ең басты нәтиже ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Командамен келе беріп сонда. Тойларға шықсаң да өзіңнің музыканттармен шығасың. Музыканттармен шығамын. Себебі жанды дауыста айтасың. Жанды дауыста әрине. Жоқ, кейде жасырмай қояйын. Кейде болады бір не то что жанды дауыспен, фонограммамен де айтуға ыңғайсыз жерлер болады. Енді біз шақырды, гонорар төленді, айтуым керексіз. Және де бірақ жеке концерттерде әрине біздің өзіміздің аппаратурамыз бар, барлық. Өйткені мен республикалық турне жасаған кезде бәрін сатып алдық. Үлкен бір концертке, жеке концертке шыққанда әрине өзіміздің дыбысымызбен шығамыз.
Қазіргі таңда жұмыс жасайтын музыканттармен келісім шарт бар ма? Жоқ әлде достық қарым қатынаста ма? Қағазда? Иә. Қағазда жоқ. Мысалы тойларға шыққанда, концертке шыққан кезде. Жөнді олар маған сенеді ғой. Қаншама жыл менімен бірге жұмыс істеп жатқан. Енді мен сондай естіп көрді ме біреу, Әлішер біреуге ақшасын төлемей. Мен минусқа кірсем де алдымен өз командама, өз жұмысшыларыма гонорар төленеді, міндетті түрде. Өйткені олар маған қарап отыр. Сол енді саған қарап отыр демекші, енді мысалы қаңтар айында жұмыс аздау болады. Кейбір айларда жұмыс жоқ болып қалады. Тойлар аз болуы мүмкін, мысалы Рамазан айында дейік, той аз болады, концерттер аз болады. Мысалы сол жігіттердің барлығы не істейді сол кезде? Аз болады деп енді 15 жылдың ішінде ондай болмады. Айта алмаймын мен. Өте көп болады. Бірақ аз болады деп айта алмаймын. Өйткені айда 3-4 концерт минимум болады. Соны тауба. Өйткені тоқтамаймын да мен. Әндерді жаза беремін. Әрине көңілімнен шыққан. Так можно штамповать, хоть каждый день, күнде де шығаруға болады. Хит бола ма, болмай ма? Әрине күтесің хитқа айналсын деп. Бірақ хит болмаған, как это? Ну, не получилось хитом стать, да? Жарайды, келесі ән болады. Әрқашында сенім бар. Бірақ сол шыққан ән бір адамға ұнаса да, ол да нәтиже. Кейбір әріптестерің айтады, концерт берсек, мысалы, басқа қалаларда, ауылдық жерлерде ол ешқандай пайда алып келмейді дейді. Мен көп ауылдық жерлерге бармаймын қазір. Өйткені шынымен де пайда тимейді. Бізге ешкім тегін беріп жатқан жоқ, клиптерді, залдарды, жарнаманы. Сондықтан бұл барлығы ақша санағанда ол 100% емес, 200% минус кетеді. Сондықтан көп бармаймыз. Енді әрине бір мемлекеттік мерекелерге шақырса, әрине барамыз. Ол кезде сәл жеңіл болады да барлығы. Бірақ концерттермен өкінішке орай барғым келеді, бірақ
жаным жанымның қызуынай қайран қайран көңіл жалғанға қызығып айтуға сабыр таппай жүрегім бұзылмай қайран қайран жаным жанымның қызуынай қайран қайран көңіл жалғанға қызығып айтуға сабыр таппай жүрегім бұзылмай тулап сабыр таппай жүрегім бұзылмай қайран қайран жаным жанымның қызуынай қайран қайран көңіл жалғанға қызығып айтуға сабыр таппай жүрегім бұзылмай тулап сабыр таппай жүрегім бұзылмай Мақпал Жүнісова. Бір кездері сен мемлекеттік мекемеде жұмыс жасадың. Қазақконцертте 10 жыл жұмыс істедім. Білмеймін неге, келісім шарт біткеннен кейін Астанадан звондайды, қоңырау соқты. Әлішер, сіз енді бізде жұмыс істемейсіз. А неге дедім, білмейміз. Трубканы қоя сал деді, жарайды. Одан кейін сұраған жоқсыз. Сұраған жоқпын. Мүмкін олардың басқа қазір басқа жұмыс, как это? Қызметкерлер Басқа қызметкерлер жұмысқа келді. Білмеймін. Қатты өкінген жоқпын. Өйткені, білмеймін енді. Концерттерде аз болды Қазақконцертте. Бір рет неге шығасың? Жылда бір рет гастрольге шығып, сонымен болды. Айлығы ол өте көп. 50 мың теңге алатын. 50 мың теңге. Мен мемлекеттік қызмет қой. Сенің атанаң өте мәдениетті кісілер. Сұхбат берген кезде, тартқам. Иә, былай сөйлескен кезде де өте қарапайым, бірақ өте мәдениетті. Сол кісілерді осы күнге дейін ренжеттім деп ойламайсың ба? Бір қандай да бір әрекетіңмен, қылығыңмен, сөзіңмен. Кейде болады. Өйткені, мысалға, бір басқа оймен жүрсем, бытовой сұрақтарды қойған кезде, папа, ну хватит, пожалуйста, я же, видите, сейчас другим занят. А, все хорошо, деп айтады да, 5 минуттен кейін, вот, что я сказал? Как я мог вообще вот это вот сказать? Но олар маған ренжімейді. Өйткені олар түсінеді жұмысымды, что вот шабыт кез келген кезде келуі мүмкін да. Олар түсінеді. Қолдайды мені. Және кейде ренжиді. Өйткені, ну, ты же знаешь, что это самые близкие тебе люди. Мы же всегда вот можем позволить себе лишнее по отношению только к близким людям. Бөтен адамдарға жасамайсың ғой. Ты знаешь, что эти люди тебя любят? Кешіреді де сені, сол қылығын үшін. Сонда кейде жібереміз сондайларды. Өйткені мен баламын ғой. Құдайға шүкір әке шешем бар. Той туралы сұрауды қойды ма? Қойған жоқ. Қазір мамаға папа қосылды. Бірін оқысын демейді. Я мен таразға келмей қоям дедім. Егер попробуй только не приехать деп қалжыңдасаң сенде. Жоқ, папам өткенде жекпе-жек сұрады. Көбінесе екеуі де екі жақтан. Бұл жолы сұрады. Папа, хорошо, будем задумываться. Жоқ, өзінде сыртқы келбетім жас болса да 35-ке келем. Отбасы құру керек. Саған да, маған да. Бірақ енді сенде бар ғой. Бар? Дедің ғой алдында. Бар. Бойдақпын мен деген әнді енді айтпайым дедің. Айтпайым, айтқым келмейді. Не знаю, не хочу. Бар. Айттым ғой, кірісеміз енді. Қазір концерттерімді өткізіп алайын көктемдегі. Жоқ, Одан кіріскенде. кейін мүмкін. Жоқ, кіріскенде қараш, былай ғой, мысалы, қыз бала дайын болуы мүмкін, егерде ер азамат ұнайтын болса. Сол қыз бала дайын емес қой. Сөйтіп. Ну да.
бірақ не айттың, істеймін? ондай әңгіме болды Жоқ, арада. ондай бұл сұрақты қозғалды. Иә. Қазір бұл сұрақ енді орнынан, как это? Жылжыды орнынан. Келе жатырмын. Айтып жатырмын ғой, 35-ке келдім. Ойда бар. Уже бірінші сигнал кетті. Жоқ, ол қыз балаға не кедергі? Жұмыс істей ма? Кедергі емес, енді сон дайындық болу керек. Адам дайын болу керек. Бірақ өзің іштей дайынсың. Почти. Енді сен бәрібір үлкен сахнаға келген кезде суперстар арқылы келдің ғой. Қаншама әріптестерің бар, сол кезде өзіңмен бірге өнер жолын бастаған. Бірақ өзің сияқты былай жарқ етіп жүрген әншілер аз. Мысалы, өткенде бір Қайрат Түнтековтен сұхбат алсақ, ол да бір мұңайып жүр. Неге? Маған мемлекет көмектеспейді, ешкім мені қолдамайды, не істерін білмей жүрмін, кеткім келіп жүр деген сияқты. Сол енді Қайрат жайлы емес. Бұл адамның ең үлкен проблемасы. Адам диванда жатып, вот маған мемлекет жасау керек. Вот мен жата берсең, мемлекет жасай берсе, әрине, менде солай болса, әрине қарсы емеспін. Диванда жатып, 2 концерт беріп, әдемі киім киіп, ақындар, композиторлар маған әндерін жазып берсе, жоқ, өзін қозғалуың керексің. Только труд. Обязательно. Осы концертке келсек өткен. Көп нелер кедергі болды. Бірақ оған қарамастан жасадық. 10 мысалға, қалай айтсам болады? 10 жобадан мысалға, из 10 проектов, бірақ проект алып кетеді бәрі. Өйткені все в жизни получаться не может. Сонымен өмір қызық. Күресіп жүру керек әрқашанда. Өмір бұл күрес. Бірақ қасында да дұрыс адам болу керек сияқты ғой. Сенім жоқ адамдар, мінез жоқ адамдар, әсіресе осы өнер жолында ешқашан, ешбір нәтиже. Мүмкін басында 2-3, максимум 5 жыл. Әрі қарай. Юлий Цезарь айтқандай, завоевать намного легче, чем удержать. Жақсы сөздер. Мүмкін қасында бұл сөздерді маған папам айтты. Күнде жұмыс істеуім керексің. Істеп жатырмыз. Жоқ, мүмкін сондай әншілердің қасында қолдау көрсететін бір достары жоқ шығар. Кеңес айтатын, бір ақыл айтатын. Кейде түңіліп қалады ғой, мысалы, бір сұхбатында Алмас Кешкенбаев тіпті жаңа суицид жасауға дайын болдым. Әрекет жасадым соған деп айтқан болатын. Ол да өнерлі жігіт қой. Әрине, өкінішті жағдайлар, бірақ енді біріншіден, я вот по себе знаю. Я мужчина, я должен быть сильным. Ни в коем случае. У меня тоже бывают, по сей день тоже бывают такие моменты. Мұңайып кішкене, бірақ я быстро себя беру в руки. Вот это и называется стремление, это называется сила, это называется характер. Характер. Ешқашан, как это, енді орысша бұл сөздерді айтам да, жаман қасқыр, жақсы қасқыр жеп қоймау керек. Өзіңді солай тәрбиелеп қойғансың ғой? Тәрбиелеп жатырмын әрине. Бірақ сондай жігіттерге не деп айтар едің? Қандай кеңес берер едің? Мүмкін талпынатын да шығар, бойларында өнері бар. Ары қарай жүрмей қалады. Қайрат Түнтековке келсек, это просто талантливейший человек. Мұндай дүниеде бір қолда да санауға, как это? Санауға болады. Білмеймін, мүмкін ол қазір Шымкентте жүр. Не істеп жүр Шымкентте? Караоке ашқан. Қайрат, не істеп жүрсің сен Шымкентте? Қаншама жобалар, қаншама үлкен концерттер өткізіліп жатыр Алматыда. Келмейсің ба? Караоке клубын ашқан жақында. Енді вот... Жеке кәсібін ашыпты. Білмеймін. Вот все, что я хочу сказать о Кайрате, только позитивные слова. Это то, что он уникальный певец, уникальный, уникум әнші, да. Сондықтан әлі жас. Айтатыным Алматыға келіп, немесе Астанаға барып, енді бұл қалаларда мүмкіндік көбірек, әрине. Пока молоды, надо все это успеть. Үлгеру керек уақытында. Ертең өкінбеу үшін.
ой бұл осындай мүмкіндік болды ғой, неге пайдаланған жоқпын. Мысалы, әнші жігіттерге қарағанда, әнші қыздарға қиындау ғой. Жанар Дугалова мысалы, Камшат Жолдыбаева, Мақпал Исабекова. Өнерлері жақсы, әндері тамаша, өздері де сұп-сұлу. Бірақ қайтадан сол жеке өмірге келген кезде бір нәрсе кедергі болып тұрады. Жоқ әлде жастан жас қосылғаннан кейін талап өсе ма ер азаматқа деген? Сен араласып тұрасың ғой мысалы? Көп араласпаймыз. Жанармен сирек кездесеміз, студияда болмаса, андай туған күндерде, концерттерде, бөлек гримеркада. Мальчики налево, девушки направо. Бірақ кездескен кезде сөйлесеміз. Жеке өмірі жайлы бір жыл бұрын айтқан, барлығы дұрыс деп, алса тұрмысқа шығатын ой бар деді ма? Иә, солай. Мақпал мен Жанардан да сирек кездесеміз. Көбінесе үлкен апайларыммен, білмем неге олай, отырыстарда да, концерттерде кішкене жақындауды, телефонмен де көп сөйлесеміз. Енді мен жасымда ер азаматтармен сахнада жүргенде бірнешесімен араласып тұрамыз. Әйел кісілерге, да? Қыздарға қиын ба? Білмеймін. Ол туралы ойлаған емеспін. Мне кажется, вообще қыздарға на сцене быть... Не нужно? Нет, не нужно. Легче, я думаю. Девушкам легче. Алишердің жүрегін ауыртқан қыздар болды ма? Иә? Әлде тек қана Алишер ауыртты ма біреудің жүрегін? Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың, сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды. Мүмкін менен мың есе артығын таба аларсың, бірақ мендей таба алмайсың. Біреу тастап кетті ма сені? Жоқ, қазір сол сезімді ойласам, сол неге, сол уақытқа машина времени дейміз ғой, как будто туда переношусь. Болды, әрине. Но не все же в жизни, как мы хотим. Этим интересно. Араласпайсыңдар ма қазір? Так, көрген кезде, салем. Болды. Көп әншілер... Осы бағдарламаны көргеннен кейін бір адам сұрайды, кім? Айтшы. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың, сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды. Мүмкін менен мың есе артығын таба аларсың, бірақ мендей таба алмайсың, таба алмайсың. Таба алмайсың, сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды. Мүмкін менен мың есе артығын таба аларсың, бірақ мендей Алишердей таба алмайсың. Махаббатсыз өмір бола ма? Сүй алмаса жаным көңіл тола ма? Арманым менің, ардағым менің,
Енді жаңағы ән демекші, қалай болса да сендер өнер адамы болғаннан кейін барлық жаңағы өмірдегі өзгерістерді, барлық сезімді әнге саласыздар. Махаббат бір ғашық болсаң, бір махаббат туралы ән туындайды, иә? Біреумен мысалы қоштассаң, ол да бір қоштасу әніне айналуы мүмкін. Қазір сенің өміріңде қандай кезең, қандай әндер көбірек жазылады? Соңғы шыққан әндерден от болып жанатындай, есінде қалатындай, мың бір түн сыйлар едім. Және де мынау ән. Көз ілмей таң атқанша сүйем, есімнен адасқанша сүйем, шашыңнан іздеріне дейін сүйемін мен сені. Бұл сөзім өзім жаздым да. Енді қазақшам 100% емес, оны жасырмаймын. Шашыңнан табанына дейін сүйем деп бір қазақша білетін адамдардың ортада айтты. Ой, сен олай айтма, қазақша түсінбедім. Неге? Олай айтуға болмайды, табан ол. Не, ну, жаман естіледі. Жарайды, содан кейін Алтынбек Рахметов, айтпа олай, іздеріне дейін сүйем деп айтсаң болады, все. Іздеріне дейін, шашыңнан іздеріне дейін сүйемін деп шығардық бұл әнді. Солнце и луна, ты, воздух и вода, ты. Орысша ән. Бәрі дұрыс қазір өмірімде. Көзімнен де, сөзімнен де байқаған шығарсың. Сол жаңа қазақ тілі демекші, өткенде сенің концертіңе барып сұхбат жазған кезде YouTube желісіне жүктеген болатын сол бағдарламаны. Жаңа көпшілік таңғалып жатыр. Бұрынғы жылдармен салыстырып қарайтын болсақ, Әлішердің қазақшасы жақсарған деп. Әрине. Сабақ аласың ба, ізденесің ба, не істейсің? Сабақ алмаймын. Мен сабағым мысалға сенімен. Біз камера сыртында айтшы. Қазақша сөйлесеміз. Достарым менде, тек қазақша. Бұл кішкене болса да бір мемлекеттік тіліміздің дамуына бір кішкене болса да үлес. Өзге ұлт өкілімін, бірақ қазақша білуіміз керекпіз. Сіздерге, қонақтарыңызға, алтын сырға, құрметті көрермендер, қазақша сөйлемегендер. Әлішер, айтшы, ешқандай қиындығы жоқ қой мысалы? Қиындығы жоқ. Ол желание болу керек. Желание қалай? Ниеті таза болу. Ниет болу керек. Әрине. Ниет болмаса, басына ұрсаң да ештеңе шықпайды. Бірақ айтатыным, мемлекет, патриотизм тілден басталады. Сол енді концерттің әңгімесіне көшсек, қайтадан досыңнан және сол концертке келген қонағынан сұхбат алған болатынбыз. Сен испан тілінде ән орындадың. Сондай керемет. Жаңағы жігіттің өзі, әншінің өзі таңғалып жатыр, Роберто таңғалып жатыр. Қалай ғана сен әдемі айтып тұрсың деген кезде мен бір тыңдап алдым, маған жеткілікті деп айтты дейді Әлішер. Сол білмеймін, өйткені слух, қалай слух? Жақсы, слух қалай қазақша? Есту. Естуім жақсы да. Кез келген грек тілінде болсын, армян тілінде болсын, сол ұлт өкілдері маған айтады, қалай акцентсіз айтасың, грек сияқты айтасың, армян сияқты айтасың, білмейсің сондай. Өйткені мен тыңдаймын, өз әріптеріме, мен қалай түсінем, солай жазып аламын. Көп, өйткені мен суперстардан өттім ғой. Біз апта сайын қаншама тілдерде айтып шықтық 3 айдың ішінде. Өзіңе ешқандай қиын болған жоқ? Жоқ, ол қиын. Маған ұнады бірақ сол ән өте. Қиыншылық емес ол. Ол клип шығады келесі ай. Осы сахнада тұрып, қосымша жарықты әкеліп, клип түсірдік. Және де бөлек қазір сюжет түсіріліп жатыр. Үлкен махаббат тарихы, бір история любви. Сондықтан көресіздер құдай қаласа. Әдемі деді, маған да өте ұнады, көңілімнен шықты, және де даусымыз өте жақсы сәйкес бар даусымызда. Дуэт сәтті шықты деп айтуға болады шын мәнінде концертте. Және де тағы да екінші дуэт болды, Янис Лемезиспен. Өте талантты Латвияның жігіті, бойы өте төмен, 2 метр. Сен байқаған шығарсың? Байқадық. Жоқ, ол, как это, әдей жасаған емеспін, бірақ Робертода қанша? 2 метрге 3 сантиметр жетпейді. Янис 2 метрден асады бойы. Және де мен, бірақ орталарында ең кішісі мен болдым. Сонай.
Концерт өте сәтті шықты. Жазылып жатқан әндерің халықтың көңілінен шығып жатыр. 2020 жыл сәтті басталып жатыр. Жаңа айтып жатсың ғой, әндер де бар, жаңа бұйырса жаңа бейнебаян шығады. Әрі қарай жоспарларың қандай? Жаңа мүмкін дуэттер жазылады деп айтып жатсың. Демек, бәрібір енді концерт беру мүмкін, тағы да тур, мысалы, гастроль болуы мүмкін деген сияқты. Осы айда 3 тілде бейнебаян шығады. 5 күндік дүниеге біз 3 версиясын жаздық. Қазақшасы 5 күндік дүние, өзбекшесі 5 күндік дүние, және де фарси тілінде, тәжік тілінде, яғни, бірақ ол Афғанстан, Иранда да сөйлейді бұл тілде. Хахам бу бинам, көргім келеді аудармасы. Сюжет бір, бірақ 3 тілде шығатын ән, шығатын бейнебаян. Қайда түсірілді сол бейнебаян туралы? Ташкентте түсірілді. Көп актерлар ойнады бұл клипте. Өйткені бір история емес, бір тарих емес, бірнеше адамдардың өмірін кіргіздік ішіне бұл клипке. Сәтті шықты, өзіме ұнады. Өйткені мен білесің ғой, очень требовательный. Көреміз, Алла қаласа, сол Өзбекстанда осы айдан бастап көрсетіледі бұл бейнебаян. Және де Персия каналынан да беріледі. Одан басқа, жыл соңына дейін. Не күтеміз әлішерден? Осы жылы 35-ке келем. Сондықтан өткен жылы сахнада жүргеніме 15 жыл болды. Мерекелік концертті, мерейтой концертті жасадым. Осы жылы енді 35-ке келем. Тағы да. Неге жасамасқа? Туған күн жыл сайын жасайтын едің ғой? Туған күнді де жасаймын, әрине. Әр жыл, әр туған күнге емес, әр күнге адам бақытты болу керек, осы күнге жеткен. Жаңа өзің айтып жатсың ғой, бір өзгерістер болды ішімде де, көзімде де, сөзімде де, оны байқауға болады. Мына жерде отырған мен ғана емес, бұл бағдарламаны қарап отырған көрермен де байқайтын шығар. Көзіңнен от кетпесін. Рахмет. Көрермендеріңді, тыңдармандарыңды әрқашанда қуанта бер. Сенің талантының шын мәнінде тағдырыңды өзгертті, бірақ тағдырың тек қана қуанышты сәттерге тола берсін деп айтқым келеді. Бүгінгі бағдарламаға келгенің үшін көп рахмет. Саған да үлкен рахмет. Сен де көзінен, жүрегінен от кетпесін, шабыт кетпесін. Осындай үлкен, бұдан да үлкен жобалар болсын. Соның үшін жүректен тілектеспін. Сен де өз, қалай айтсам болады, кәсіби жағынан өте жоғары бағалаймын, деңгейде бағалаймын сені. Рахмет. Журналист ретінде, жүргізуші ретінде, және де досым ретінде сен әрқашанда сенің орның бөлек. Рахмет үлкен.